Армысыз құрметті көрермен, эфирде Дін сақшы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз Әл-Фарабидің руханият әлеміне арналады. Бағдарлама қонағы философия ғылымдарының докторы, профессор Жақбек Алтайұлы. Жақбек Алтайұлы, сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы мынау Ануар Әлімжанов, Ақжан Машани сынды ғалымдар ғұламаның 1100 жылдық мерейтойын атап өтті. Енді ол кездерде өзіңізге таңсық емес, кеңестік кезеңде қазақ тарихында ғұламалар бар деу, жаңа кеңестік саясатқа кереғар болды. Ал қазіргі күні біз өзгелермен тереземіз тең, керегеміз кең заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Биылғы Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойынан қандай жаңалық күтесіз? Енді жаңа өте бір сондай бір сұрақ қойдыңыз. Әрине бұл енді жаңа аталған Машани, Ануар Әлімжанов, Мұрат Әуезов, Қасым Жанов сынды бұлар, Шахмардан Есенов, Сәтбаев, Димаш Ахметжанов, бұлар сонау Машани, Ақжан Машани ағамыз. Бұлар жаңа сұрағыңыздың өзі астары болып алыстар жатыр бұл жерде. Бұл жайдан жай Фараби біздің оңайлықпен келген жоқ, өте қиын жолмен келді. Себебі Фарабиді біз алдын білген жоқпыз. Ол тек қана осы 20 ғасырдың 60-70 жылдары. Бұл жерде мен Ақжан Машаниге сүйенуіміз керек. Ақжан Машани ақсақалдың жазбаларын айтады. Ол кісі 1943 жылы осы Алматыда ғылым академиясында үлкен конференция болған екен. Сол конференцияда мына Чехословакиядан келген, сол Чехословакия ғылым академиясының президенті Кольман деген математикісі, ол Эйнштейннің шәкірті болған екен. Сол кісі осы Орта Азия халықтарының ұлы ойшылдарының жалпы мына ғылымға жасаған ықпалы жөнінде баяндама жасап, сол ішінде жаңағы бүткіл Орта Азияның жаңағы Омар Хайям бар, Яссауи бар, Баласағұн бар айтып, Фарабидің атын атайды. Енді ол Машани айтады, маған ол таныс, бірінші рет естіп отыр, кім болған? Кейін сұраса айтады, ол сіздің жерлестеріңіз осында туылған, осы жерде кейін бүткіл араб мұсылман мемлекеттерін болған, мұсылман ренессанс дәуірінде өмір сүрген ең бір атақты ғұлама ғалымдардың бірі. Содан ол кісі енді сол Фарабидің ізін қуалап, қай жерде қандай нелер бар сол біліп, сөйтсе іздеп қараса, ол мына оңтүстік Қазақстан отырар, сөйлді. Отырар енді сол кезде орта ғасырда мынау Аббасидтер халифатының қарамағында болған арабтардың. Бірақ негізгі түркі тайпалар бар, көбісі бұрынғы қазақ халқының құрған түркі тайпалар өрді, әскері де сонда. Сонда үлкен сол әскер басының отбасында сол Бесиж деген қалашық бар ар жағында. Отырардан 30-40 шақырым жер бар, одан да болу керек. Сол Сырдария Арыс өзені сырға барып сол жерде ол дүниеге келген екен да. Бірақ енді Фарабидің жас кезінен бастап ғылымға сондай бір бейімділігі құмар әкесі өте бедел адам болған ғой, сезеді ғой баланы. Бірақ енді көп мәліметтер бойынша осы 40 жасына дейін сол жерде Отырарда болған, білімін алған, кітапханада оқып, Александриядан кейін көп кітапхана болған десе де айтайық, археологтардың айтуы бойынша. Сонымен қатар енді ол жерде ол жаңағы яғни сот болып та жұмыс істеген екен. Өйткені исламда не бар? Сот болып тасауф деген бар, фих деген бар. Фих исламдық құқықтан, соның бәрі міндетті түрде теологияны үйрену керек, исламдық құқық. Жаңағы бүткіл өздерінің заңдарын бәрін алу керек. Сондықтан да сол кезден бастап біз Фараби бізге танымал бола бастады. Жаңағы Ақжан Машани өзі бірнеше мақалалар жазды. Одан кейін ол кісі жаңағыдай Димаш Ахметжанов барды, ол кісі қолдады, Сәтбаев қолдады. Одан кейін ол кісілер Сәтбаев қайтыс болып кетті, кейін Шахмардан Есенов. Енді бұл жерде Шахмардан Есенов сол кезде ғылым академиясының президенті. Сол кісі бүткіл жағдайдың бәрін жасап, қаражатты бөліп, қай жерде қандай қолжазбалар бар, соны алып келді. Сөйтіп осы жаңағы жоғарыда аталған біздің ағаларымыз да, жас ғалымдар ол кезде кәдімгі жалындап тұрған. Олар енді бүткіл шетелде өткенде Фарабидің қолжазбалары бар шетелдерде. Соның бәрін алып келіп, мына ғылым академиясында философия және құқық институты. Сол жерде 68 жыл, 1960 жылы. Фараби мұраларын зерттеу орталығын құрады. Бұл орталыққа сол кезде тағы да белгілі Фараби танушы, менің ұстазым, анаға айтсам, Ағын Қайрулла Қасым Жановтан сол кісі оны сөзге жетекші қылып қояды. Сонымен жаңағы Ануар Әлімжанов, Ақжан Машани, Ауданбек Көбесов, Мұрат Әуезов, Болатхан Тайжан, Бурабаев, Иванов деген, Ашерович, кейін мәскеулік ғалымдар, Бабажан Ғафуров, Сағадиев,
аудармашылар жаңағы Клара Хаджина, Тажикова, міне осылардың бәрін жаңағы бірігіп сондай бір жанкешті еңбектердің арқасында сол Қазақстанда тұңғыш рет сол 70 пен 75 жыл аралығында 5 негізгі трактаттар, yani математикалық трактаттары, әлеуметтік этикалық трактаттары, философиялық трактаттары, да, одан кейін жаңағы геометрияға байланысты трактаттар, саяси трактат, yani 5 трактатта жарық көрді орыс, қазақ тілдерінде. Міне сол кезден бастап осы Фарабиді біздің оқырмандар тани бастады. Одан кейін жаңа сіздің сұрағыңызға байланысты деген кезде 1975 жылы Алматыда, Мәскеуде, Бағдат қаласында Абу Насыр әл-Фарабидің 1100 жылдығын атап өту болды. Оған да көп еңбек сіңірген жаңағы Ануар Әлімжанов, Қасым Жанов, Машани, Шахмардан Есенов, да? Сол біздегі жаңағы Мұрат Әуезов, айтайық, Ауданбек Көбесов, Борабай, міне осы сынды сол кездегі жас ғалымдар бәрі бірге жұмыс істеп, сол Мәскеумен, ол кездің орталық сол Мәскеуге байланысты, сонымен келісіп, яғни Алматыда 800 ғалым қатысқан, көп шетел мемлекет ғалымдар қатысып, Фарабидің 1100 жылын атап өтті. Сол кезде жаңағы Ануар Әлімжановтың ұстаздың оралы деген повесть шықты. Қасымжанов пен Бурабаевтың Әл-Фараби мәдениет тарихында деген үлкен монографиялар шықты Москвада. Одан кейін Қасымжановтың Әл-Фараби деген орыстың мысль баспасы шықты. Міне сөйтіп тағы да қаншама кітаптар шықты. Сөйтіп Фараби тану Алматы Фараби танудың негізгі орталығы болып қалды. Жаңа аталған ағаларымыздың бәрі сол кісілердің жұмыла кіріскен еңбектерінің арқасында ұлы ғұлама жерлесіміз, шығыстың ұлы ойшылы Абу Насыр әл-Фараби бізге кеңінен танымал болды. Енді шындығына келгенде көп ғалымдардың айтуынша Фараби 160, одан да көп 200-ге жуық трактаттар жазған дейді. Бірақ бізге жеткен сол 80-90 трактаттары әлі де болса оны енді ізденетін ғалымдардың ізденетін жұмыстары көп. Бұл шет мемлекеттерде, кітапханаларда, Лондонда, Лейденде, Берлинде, Парижде, көп, мысалы Испанияда, Италияда, Кадис университетінде айтайық, Сүлеймания кітапханасы Түркияда, Анкарада, сол жерлерде көптеген қолжазбалар жатыр. Солардың бәрін жинау керек, солардың бәрін тағы да аударылмаған еңбектерін трактатына аударып, таныстыру керек. Бірақ дегенмен де қазір біраз еңбектері аударылды. Қазір айтқандай биылғы жылы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 1150 жылдық аталып өтіп жатыр. Бұл жөнінде қазір 500-ден аса көптеген іс-шаралар өтіп жатыр. Яғни енді тек қана бұл жерде той-тойлау емес, мүмкіндігінше Фарабидің шығармаларын, трактаттарын жастардың құлағына сіңдіру, көпшілік оқырманға таныстыру. Себебі, мысалы бір ғана айтайын, Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасымен музыканың үлкен кітабы деген кітаптардың өзі қазіргі 21 ғасырда да өте оның өзектілігі әлі жоғалған емес. Ол мысалы оны Бағдатта бастаған ол кісі, бірақ сол өмірінің соңында, сол 940-42 жылдары Дамаскіде аяқтайды бұл екі кітапты, жаңа Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы және музыканың үлкен кітап. Музыканың үлкен кітап әлі толық зерттелмеген, бұл 1500 беттен артық кітап. Онда математика, физика, айтайық, антропология, история, философия, этика, эстетика бәрі бар. Өйткені Фараби музыканы, мысалы, ғылымдардың классификациясын жасаған кезде, сол математика, мысалы, айтайық, метафизика дейді, тіл ғылымы дейді, философия, математика дегенде соның ішінде музыканы жатқызады. Музыканы, математика. Сондықтан Фараби математикалық цифрлар арқылы музыкалық дыбыстарды қағазға түсіру. Яғни 10 гармония туралы айтады. Фарабиде 10 гармония, көрдіңіз бе? Қаншалықты. Онда бұл кітапта музыканың теориясы, практикасы, барлығы жаңағы альсольфеджия, квинта, октава, бәрі бар, диссонанс, бүткіл музыканың теориясы бұл жерде айтылған. Сонымен қатар бұл жерде Фараби тағы бір үлкен мән берген музыка мен поэзияның гармониялық бір ұштастық. Себебі
музыка мен жаңағы поэзия екеуі бір-біріне сәйкес келу керек. Мәтін дұрыс. Егер де мысалы бізде қазір өнерде кейде ән шыққанмен сөзі нашар болса, ол бір күндік бол. Сондықтан Фараби қатына берген. Бірінші музыка жазылу керек, одан кейін барып оған сөз поэзия. Сондықтан екеуі де бір-біріне сәйкес келу керек дейді. Көрдіңіз бе? Міне осындай мәселе. Болмаса жаңағы қайырымдылық тұрғындардың көзқарасы. Болашақ мемлекетті қалай басқару керек? Енді қала тұрғындарының көзқарасы. Фараби әрине өз өмір сүрген дәуірінде кейбір нелерге көңіл толған жоқ. Келеңсіздікке. Иә, мемлекетті басқаруда да. Бірақ ашық шықпаса да, ол өзінің жаңағы қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы деген шығармасында осы қала басшысының қандай болу керек? Оның бойындағы Типтік образын жасады, былайша айтқанда. Яғни оның жаңағындай әділ болуы, сондай бір шешен болуы, оның білімдар болуы, ақыл парасаты мол болуы, өтірік айтпауы. Егер де ол айтады, сол 12 қасиеттің бәрі бір адамның бойында болуы мүмкін емес. Оның 4-5-6-ауы болса, сол жеткілікті. Егер екінші қалған қасиет басқа адамда болса, сол адам, үшінші тағы басқа адамда болса, үшінші, төртінші. Сол адамдардың бәрі бірігіп, ұжымдасып, тілдесіп, солар сол мемлекетті қаланы басқару керек дейді. Сонда қаланың несі, қала тұрғындарының бақытына жету. Одан кейін Фараби сол қаланың тұрғындары өздері келісіп, өздерінің ұнаған адамдарды қала басшы етіп сайлау керек дейді. Көрдіңіз бе? Демократияның сол кезде. Бұның бәрі қазір 21-ші ғасырда солай болып тұр ғой да. Сонымен қатар ол ақылды қалалармен қатар надан қалаларды айтады. Жаңағы ұсқынсыз қалаларды айтады. Ләззат құмар қалаларды айтады, билік құмар қалаларды айтады. Бірақ ол айтады, ақылды қала, надан қала, бірақ надан қаланың да мүмкіндігі бар. Егер оның басшысы бір жақсы ақылды адам келсе, ол қаланы ақылды қала болуға мүмкіндік бар. Ол бәрі қаланың тұрғындарына байланысты. Қаланы билейтін билеушіге. Егер де сонымен қатар билеуші жаңағы көп бойында қасиеттер болмаса біраз, онда қасында кеңесшілер болу керек дейді. Кеңесшілер барды бар, жоқты жоқ деп айтады. Оған олар ренжімеу керек дейді. Соның келісіп отырып, соның кем-кетікті жөндеп, басқару керек. Бірақ енді өкінішке орай қазіргі заманда егер де сен басшыға енді оған ешкім өкпелемеу керек қой. Сен шындықты айтсаң, оған бір қарама қарсы пікір, оппозиционер жау болып шыға келесің да. Содан кейін олардың неге барады? Жағымпаздыққа барады. Өтірік айтады, информация көрмей, Фараби айтқан жоқ. Еш уақытта өтірік айтатын адамдарды басшылар маңына жолатпау керек. Әділ болу керек. Халыққа құлақ асу керек. Тез шешім қабылдай алатын болу керек. Жаңағы ол кез келген адамның қолынан келе бермейді қала басшы. Өйткені қорықпау керек. Рас ол қаланы басқарып отыр ма, сол қаланың тұрғындарына ол жауапты. Сондықтан да бір қиын қыстау кезде ол ақылға салып, ақылдасып, тілдесіп, тез дұрыс шешім қабылдай алу керек дейді. Сондай басшылар болу керек дейді. Осы жаңағы мемлекет басшысының Әл-Фарабидің 1150 жылдық тойын мерекелеу қарсаңында халықаралық Фараби танушылар жаңағы орталығын құру жоспарланған болатын. Тағы да қандай бастамалар мемлекет тарапынан көтеріліп жатыр? Ол жерде Фарабидің 1001 жыл атап өтуде өте көп іс-шаралар айтылған. Соның бір көрініс. Сол комиссияның мүшесі болдым. Біз енді қатыстық, жаңағы барлық жаңағы министрліктер, әкімдер, ғалымдар қатысты. Бұл жерде енді басты мүмкіндігінше Әл-Фарабидің бізге әлі жетпеген, аударылмаған трактаттарын аудару. Ең басты энциклопедия шығару болған. Энциклопедия осы Әл-Фарабидің Қазақ ұлттық университетінде өткенде шықты. Ғалымдардың күшімен, осы Әл-Фарабидің Қазақ ұлттық университеті ғалымдардың күшімен. Сол осы 16 қазан дейміз ғой да? Сонда мемлекеттік хатшы келді осы жерге, Әл-Фарабидің Қазақ ұлттық университетінде. Сонда келіп, бірінші Ақжан Машани ағамыздың, ақсақалдың бюстін ашты осы жерде. Өйткені айтып отырмын, бірінші Фарабиді таныстыру қатысқан адамдардың бірі осы кісі. Сол жерде, сол энциклопедияны мен соған қосымша альбом, фотоальбом бар. Солдың тұсаукесері болды. Бұл өте үлкен нәрсе. Энциклопедия деген бұрын еш жерде шықпаған. Ол бірінші рет біздің университетте Қазақ университеті баспасынан Әл-Фарабиға арналған энциклопедия. Ол бір. Екінші үлкен бір фильм түсіру. Ол Сергей Азимов, режиссер, белгілі документалист. Сол кісі ұстаздың Орал деген документалист 1 сағаттық
бір фильм түсірді, мен онда ғылыми кеңесші болдым, ол соның жабық тұсаукесері болды ол фильмнің. Одан кейін ол фильм Москвада Қазақстанның елшілігінде болды. 28 қазан күні біз оған қатыстық. Онда белгілі Нұр Қирабаев деген, Тауфик Ибрагим Кемал деген арабтың ғалымы біздің ректор қатысты да. Одан кейін сол Россияның атақты ғалымдары қатысты, біз қатыстық. Сол ішінде де үлкен бір пікір алмасы болды. Олар жалпы қазақстандық ғалымдарға өте тәнті болды. Сол кезде жаңа фильмде тұсаукесер болды. Кейін тағы да бір фильм, ол 50 минуттық фильм. Ол да осы университетте сол мемлекеттік хатшы келген күні сол несі болды. Мүмкін түріктермен 3 сериал документальный фильм түсірілді, Голландиямен түсірілді. Қаншама мысалы мынау Ақжан Машаниді міне көріп отырсыздар мына жерде. 16 томда қайтып басылып шықты. Анур Әлімжановтың кітабы басылып шықты. 100-ден аса 200-ге жоқ Фарабиге байланысты кітаптар шықты. Одан кейін осы Әл-Фарабидің трактаттары біз айттық қой, 70-75 жыл ғана шыққан. Солар Қасымжан, Бурабаев, сол кісілердің мәтіндер негізінде біз 2014 жылы біздің университеттің 80 жылдығына орай, жаңа біздің ректордың тікелей қолдауымен халықаралық абай клубы бар, мына халықаралық абай Әл-Фараби орталығы бар, мен соның көп жыл директор болдым. Біз сонда 7 томдығын шығардық. Ол кітаптарда осы жерде бар. И жақында тағы да сол абай клубы орталық бірігіп 15 томдық шықты. Жалпы бұл жерде өте үлкен жұмысты шаралар өткізді. Одан кейін бізде Әл-Фараби ізімен деген бір экспедиция болу керек еді. Уже оған мемлекет тарапынан қаржы да бөлінген болатын. Бірақ қазіргі карантинге байланысты, ковид мынау індетке байланысты ол осы наурыз айында шығуымыз керек еді, да, аяғында. Бірақ ол аяқсыз қалсын. Бірақ түбі ол болатын шығар деп отырмын. Енді Әл-Фараби 40 жасынан бастап бүткіл Ташкент, Бұхара, Самарқанд, Мерв, Бағдатта 20 жылдай тұрды ғой. Кейін өлімі соңында Дамаскыда ол 80 жасында қайтыс болды. Сол Әл-Фарабидің ізімен солар барып, бәрін көріп, сонда болатын. Бірақ өкінішке орай мына жағдайға байланысты ол қалды. Одан кейін мына Дамаскыде 2008 жылы Әл-Фарабиға арналған үлкен мұражай ашылған. Оның алдында біздің елбасы да барған, бір қаражат бөлінген, онда үлкен музей бар, онда мына суреттері бар, қазір түсіріп алсаңыздар болады, да. Сол музейді барып, мұражайды барып ашуға ол да қазір індетке байланысты ол кейінге шегерілді. Енді қазір одан кейін көп мысалы мемлекеттерде Фарабидің шығармалары өздерін жаңағы сол қай елде бар, мысалы неміс Германияда болсын, Англияда болсын, Болгарияда болсын, сол өз тілдерін олар аударып шығарып жатыр. Мүмкін онлайн конференциялар болып жатыр. Мен өзім қаншама конференция қатыстым. Мысалы кеше Мәскеуде болды, Вашингтонда болды. Вашингтонда айтпақшы Анур Әлімжанов ағамыздың ұстаздың Орал деген кітабын ағылшын тілінде аудармасы, соның тұсаукесері болды. Ол үлкен жаңағы Американың ғалымдары, әлемдік ғалымдар, мұсылман ғалымдар қатысып оның тұсаукесері болды, да. Оны біздер шығардық. Одан кейін көптеген өзіміздің елімізде де жоғарғы оқу орындарында, акиматтарда, қоғамдық қорларда өздеріңіздің жүріп жатсыздар, радио, телевидение, баспа, бұқаралық ақпарат құралдары бәрі айтылып жатыр, жазылып жатыр, конференциялар, симпозиум бар, ұйымдастырып жатыр. Енді биылғы жылы шындығында да осы тек қана Фараби емес, Фарабидің 1001 жылын қатар Абайдың 175 жылдығы. Өйткені екеуі де өте бір дұрыс ойластырған нәрсе. Ол кісінің 175 жылдығы. Абайдың Фарабидікі 1001 жыл. Осы қатар осы екі қазақтың ұлы ғұлама ғалымдарына, ойшылдарына үлкен іс-шаралар өтіп, жай ғана бір тойлау емес, қаншама Абайдың кітаптары да шетелде шығып жатыр, Фарабидікі шығып жатыр. Енді біздің ең бастысы Фарабиді мынау жоғарғы оқу орындарында, колледждерде, консерваторияларда, өнер музыка дедік қой, олардың бәрін сол енгізу керек, солардың бәрі қазақ тілінде да пайдалану керек. Бізде мысалы біздің Әл-Фараби университетте Әл-Фараби және қазіргі заман деген оны 97 жылдан бастап арнайы элективті курс, спецкурс оқылады студенттерге. Сондай арнайы курстарды Фараби тану бойынша барлық жерде ұйымдастыру керек. Кеңінен насихаттау керек. Білу керек біздің жастар, рухани. Бұлар шындығында да үлкен жұмыс істеді. Бұл кеңестік дәуірде оңайшылықпен келген жоқ Фараби. Қаншама кедергілер болды. Сол кезінде Қасымжановтар жұмыстарында кетіп,
машанилерге кезінде правда газетінде мақалалар шықты сатпар шарлатаны деген сияқты мысалы да өте көп кедергілер бар олар мойындағысы келмеді бірақ Фараби қазір елге оралды қазір екінші толқын басталды қазір бізде қаншама диплом жұмыстар диссертациялар магистрлік докторлық диссертация қорғалып жатыр мақалалар кітаптар мен өзім 30 жылдан бері осы фарабитанумен айналысамын да мысалы Қасымжанов деген үлкен фарабитанушы ғалым ол кісі де қаншама осы фарабидің нелер еңбектерін орыс тілінде не тілінде осы шетелден алып келіп соны осы Қазақстан кемінде қаншама еңбек етті Борабаевтар Ануар Әлімжанов Мұхтар Мұрат Әуезов Мұхтар Әуезов айтайық үлкен одан көбесі математик болды бірақ араб тілі бар ол математикалық трактаттарын астрономия трактаттарын докторлық қорғап еңбектерін жазып кетті көрдіңіз бе Сәтібекова деген болды Болатхан Тайжан деген болды ол қайтыс болып кетті қазір Мұхтар Тайжан деген сол кісінің әкесі бұл елші араб мына бұлар ауылдарда мысалы мен айтайын алғашқы кезде сол Ануар Әлімжанов Мұрат Әуезов Қасымжановтар жазған ұстаздың ұралы деген кітаптың 10 мың дана шыққанда цензура өткізбей жойып тастады ғой одан кейін басқа жолмен Ануар Әлімжановтың атымен ол кісі айтамын мына роман повесть жазды әдеби көрдіңіздер ме оның өзі мына оқырмандар арасында жалпы мұсылмандар үлкен сұранысқа ие қазір айтып қазір бірнеше тілге аударылған осы кеше жақында айтып Вашингтонда ағылшын тіліне аударып ол кісінің ұлы Асқар Әлімжанов білуіміз керек та мына Мир телеканалының бастығы сол бәрі сол үлкен онлайн конференция болды біздің ғалымдар мұсылман ғалымдар американ ғалымдар қатысып үлкен Ануар Әлімжановтың несіне шығармасын үлкен не берді сондықтан да біз оларды қашанда еске алып отыруымыз керек кейінгі жаста айтуым мысалы европалық ренессанстың дүниеге келуіне тікелей Абу Наср әл-Фарабидің еңбектері тікелей ықпал жалпы мұсылман ғалымдардың мұсылмандық ренессанс европалық ренессанс дәуірін қалыпты себебі Европада католик шіркеу болып тұрған кезде олар ғылымға қарсы жұмыс істеді Аристотельді Платонды оқытып олар қарсы тұрды кейіннен барып мына Испанияда Кордоба университетінде испандық перипатектер Ибн Баджа, Ибн Туфейл, Ибн Руштар, Ибн Син бұлар Фарабидің еңбектерін, басқа да мұсылман ғалымдың еңбектерін араб тілінен латын тіліне аударып бүткіл Европаға таратты. Европа содан көздері оянып, ашып, бұларда үлкен европалық ренессанс келді. Оны біз естеріне салып отыруымыз керек. Оған бірден бір мысал мен тағы бір нәрсе есіме түсіп отыр. 2010 жылы Парижде ЮНЕСКО-да үлкен дөңгелек стол болды. Әл-Фараби және европалық ренессанс деген. Ол өзі белгілі ақын, қоғам қайраткері Олжас Омар Сүлеймен елшілікте болып жүрген, сонда ұйымдастырды. Сонда 20-ға жуық мемлекеттің, европалық мемлекеттердің, мұсылман мемлекеттердің ғалымдары қатысты. Сонда олар мойындады, шындығында да әсіресе мына тек қана философия емес, математика, физика, астрономия, космология, сол салалар бойынша мұсылман ғалым сол үшін әсіресе Наср әл-Фарабидің ілімдерінің арқасында Европа осындай биік дәрежеге жетті отыр. Яғни европалық ренессанстың негізін тұқым неғын осы біздің мұсылман ғалым. Соның ішінде ең басты Абу Наср әл-Фараби. Ол ислам философиясының негізін салды. Жалпы мынау философияның тарихында ол соның жүйесін жасады. Яғни оны біз айтамыз әлемдік деңгейдегі тұлға. Ол ұлы өркениеттің ұлы философы. Осы да сондықтан да біз мұндай кісілерді қашанда көтеруіміз керек, жастарға айтуымыз керек, құлақтарына сіңдіруіміз керек, оқу керек олар. Одан оқыған ешкім зиян көрмейді, пайда болады. Жаңа айтып отырмын ғой, қаншама жаңа бақытқа жол сілтеу, азаматтық саясат, мемлекет қайраткерінің афоризмдері, музыканың үлкен кітабы, қайырымды қала тұрғаны көп. Бұлар деген тура осы 21-ші ғасырда бізге керек заттар оқысаңыз. Мысалы, цифрлық экономика деп отырмыз ғой, біз қазақстанда. Ол жаңағы музыканың үлкен кітабында цифрдың рөлін айтса, бүткіл музыкалық дыбыстардың бәрі цифрмен, математикалық цифрлармен қағазға түсіріп отыр ғой. Ара мың жыл бұрын айтылып кеткен. Қалай оны біз утопия, қиял деп айта аламыз. Көрдіңіз бе қандай екен? Қазір біз сол цифрлық экономика деп жатырмыз ғой, бәріміз. Телефонымыз бар, айфон бар, интернет бар, бәріміз сол біздің айналамыздың бәрі сол цифр болып кетті мысалы. Көрдіңіз? Сол кездің өзінде музыканы 10 гармония деп айтады. Көрдіңіз? 10 гармония. Бізді жеті, сонда ары қарай тағы кейде 12 деп айтады ол кісі. Бірақ негізі 10 гармония деп. Тағы да 7 нотадан жоғары музыкалық дыбыстардың жаңағы жоғары, төмен, ол қалай болу керек.
ән оны қолдайтын жаңағы аспаптар. Сонымен қатар бұл Фараби тек қана музыка жазу емес, ол музыкалық аспаптарды істеген, музыкалық аспаптарды ойнай да білген екен. Ол жөнінде мұсылман әлемінде көптеген аңыз әңгімелер өте көп. Сіз жетекшілік еткен мына Фараби орталығының негізгі миссиясы мен міндеттері неде? Енді осы бұл айтайын мен сізге, 1991 жылы біздің университетке Фарабидің есімі берілді. Оған жаңағы біздің мынау Қасымжанов, мынау Дербісәлиев, Әбсаттар Қажы Дербісәлиев. Сол кісілер енді мүмкін сол кездегі ректор көп жастар Нәрбаев ағамыз солар не қылды, үлкен мұрындық болды. Содан 93 жылы ғылыми зерттеу орталық құрылды Әл-Фараби. Ол жерде негізінен Әл-Фарабидің еңбектерін аудару, қазақ орыс тілдеріне шығару, таныстыру. Өйткені айтып отырмын, біз көп танысымыз. Одан кейін қаншама диплом жұмыстары, диссертациялар қорғалды, конференциялар, симпозиумдар, шетелдік ғалымдармен байланысты. Мен айтып отырмын, одан кейін ол кісі қайтыс болғаннан кейін 2000 жылы қайтыс болды, одан қызы болды ол кісінің, Әнел Қасымжанова деген да, 2008-ге дейін. Ол кісі де қаншама көп жұмыс істеді. Одан кейін 2008-ден 2020-ға дейін мен сол кісінің шәкірті есебінде ары қарап. Сонда біз қаншама жұмыстар жасадық. Қанша айтып отырмыз жаңа 7 томдығын шығардық. Одан кейін ана Абай клубымен бірлесіп, оның жетекшісі белгілі жазушы, қоғам қайраткері Ролан Шакенов Сейсенбаев деген жазушы. Солармен 15 томдық шықты орыс, қазақ тілдерін, ағылшын тілдерінде да. Қаншама Турциямен бірге фильм түсірдік, сериалдар, Голландиямен түсірдік фильмді, қаншама ютубке қанша нелер кетіп жатыр, документалды фильмдер, мультфильмдер қазір. Ол жерде бәрі біз орталық, мен негізінде көбіне соларға ғылыми жетекші ретінде. Сонымен мүмкін бізде жылда 2014 жылдан бастап сәуірдің 2-сін қарағанда жылда Әл-Фараби оқулары болып өтеді. Шетелдік ғалымдар келеді. Сонымен қатар олимпиадалар студенттердің арасында, мектеп жастарының арасында олимпиадалар, осы жерде мектеп оқушыларының арасында. Кейін ол олимпиада жай ғана емес, одан жетістікке жеткендер біздің университетте грантпен оқуға түседі олар. Әл-Фараби журналы бар бізде, ғылым академиясында. Жалпы жұмыстар көп бастап жатыр. Қазір енді мына биылғы әсіресе осындай мынау 1150 жылына қарай қаншама конференциялар өтті, онлайн, қаншама симпозиумдар өтті, қаншама форумдар өтіп жатыр, қаншама іс-шаралар өтіп жатыр. Барлығы осы Фараби мен Абайдың нелерін ұлықтау. Өйткені ол әлемге біз, и так әлемге ол танымал болсын. Содан біз ажырап қалмау керек. Керісінше жастардың мені құя беріңіз керек, бізде осындай. Енді қараңыз, ол Фараби әлемдік деңгейде тұлға. Ол біздің елде кіндік қан біздің ел танып отырар. Ол арыс өзенінің сырда баққан Қазақстанның жері. Ол кісінің туған жеріне де қатысты бір дәлелді дерексіз деректер айтылды. Отырар білесіз, енді отырар сол кезде ең жібек жолының несі. Тоғыз жолдың торабында орналасқан. Ол Фараб, оны арабтар Фараб деп атап кеткен да. Фараб деген сөз мен бір оқыдым, сонда өте қазыналы, әдемі, көрікті қала деген. Өрде өте өркениет дамыған қала болған. Өзі тұрған жерде географиялық жер, егерде қарасаңыздар, өзі теп-тегі шетті көз салынды. Оны бірақ енді өкінішке орай 13-ші ғасырда Шыңғысхан әскері қиратып күл-талқан етті. Онда сол Алтай ең үлкен қарсылық көрсеткен жер Отырар қаласы. Отырар қаласы да. Содан кейін айтады, мынау Шыңғысханның несінде ислам елдерін көбірек тізе батырған содан кезде. Өйткені ол көте қарсылық көрсетті ғой. Кітапхана болған ол да жоқ. Өйткені Отырарда үлкен зиялы қауымдар болған. Жазушылар, ақындар. Әбсаттар Дербісәлиев ағамыздың айтуы бойынша, енді сол жерден 30-ға жоқ Фарабилер шыққаны айтылып жатыр. Бірақ бізге ең белгісі осы Абу Насыр. Бірақ оларды белгілі, бірақ олардың еңбектерінің бәрі шет мемлекеттерде айтады. Отырарда қазірге дейін археологтар мойынша сақталып қалған. Сол қалаға кіре беріс жерде ол неге деп сұрасақ, ол енді археолог бойынша қазылған екен, төбесін жауып қою керек екен, болмаса жел бар, су бар. Күйген кірпішін жаңағындай керамиканың трубалары бар. Сонымен қатар біз айтамыз, Фараби өмір бойы өзінің түркілік киімінде жүрген. Ерде бар сурет. Өзінің осы жақтан шыққан, есіне шығарған емес.
ностальгия берген, бірақ амал жоқ. Сол уақытта мен Дамаскіде қайтыс болды ғой, ол жерде. Сирия жерінде. Сонда Абаб Асагір деген үлкен мазар бар, ол жерде атақты адам, ол жерде бейбарыстың мазары бар, ол жерде бейбарыстың баласының мазары бар, Харабидің үлкен Мұхаммед алейхиссалам пайғамбардың туыстарының, дос сахабаларының нелері бар. Қазір енді бәрі қалып кеткен ғой. Сол жерден табылған, осыға дейін ол жерде орны бар, жазылған Абу Наср Мұхаммед ибн Рузлас Аль-Фараби ат-Турки деп, Түркиядан шыққан. Мұхаммед өзінің аты, Мұхаммед ибн әкесінің аты, Ұзлақ атасының аты, Тархан шыққан тегі, үлкен әкесі, үлкен әскери басшы болған да. Сонда беретін лауазым ғой жаңағы. Ат-Турки, түркі этносынан шыққан. Дешті Қыпшақ даласының тумасы, жалпы түркі, біз дейміз, түркі этносының ортақ, бәрі түркі дүниесінің ортақ да. Ол түбі кейін қазақ халқын, қазақ ұлтын құрған сол тайпалардың, солардың құрамына қосылған тайпалардың бірінен шыққан. Өйткені ол кезде қазақ, өзбек, қырғыз деген шыққан жоқ қой. Бәрі біріне болды. Кейін ғой анау зар заман ақындар дегенде бар ғой да. Мұрат Мөңкеұлы. Татарлар болды, башқұрттар болды, басқа бәрі қанды қазақты қан. Бірақ бұрын бір ел болған жоқ, негізгі тіл түркі тілі болған мысалы да. Ол Фараби сол жалпы түркі еді. Ол енді байдан ал жаңағы Ибн Халиканың айтуы бойынша да басқа да сол кездегі атақты мұсылман тарихшылардың ғалымдар, одан кейін Бабажан Ғафуровтың Сагади атақты шығыстанушы ғалымдар бар төлтен бәрі айтады, ол отырадан шыққан Қазақстан. Өйткені алғашқы кезде талас көп болды, өзбек тегісі келіп, парсылар, парсы, өйткені Парсы мен Өзбекстанда, Түркменияда Фараб деген жер бар екен, қыстақтар кішкендерде. Ауғанстанда Фарияк деген жер. Яғни Түркменстанмен шектесетін. Фараб қой бұл, бары бар да, оны арабтар Фараб дейді. Нақты дәл қазір оған ондай спор жоқ, ешқандай талас жоқ, ол мойындалған. Әлемдік ғалымдар деңгейде олар мойын. Фараб қаласында отырып дүниеге келген, ол Қазақстанның территориясы, Қындырхан суы тамған, Түркістанның несі, Барыс өзені сырға барып тұратын жері, Сырдар өзенінің несінде. Біз барып бірнеше рет болдық қой, жылда барамыз, кинофильмдер түсірдік, керемет қала деген, әлдің қазірдің өзінде қарайсыз, үйінде тұр. Осы жан-жағын бар, енді бұрынғы адамдардың айтуы бойынша, ғалымдардың өте бір керемет, тоғай, сондай бір орман, сондай жер болған ғой, орман тұнарлы да. Қазір енді ауа райы өзгерді аздап. Бірақ қаланың тұрған жері көкпемет. Көрдіңіздер ме? Қалай ыңғайлы жер салынған. Онда жер асты жолдарда болған. Енді кейбір тарихшылардың айтуынша, сол отырар мен Испеджаптың арасында, егерден қабырғаның үстіне бір мысық ет шықса, жерге түспей, сол дуалдың үстімен тұр Испеджапқа дейін барады. Сонда 30-ға жуық қалалар болған ғой. Жер асты жолдарда болған. Көрдің, қарап, отырар өте бір өркениеті, мәдениеті, экономикасы дамыған өте бір сол кезде көшпелі тайпалармен жергілікті тайпалардың араласып, құраласып, неғып жатқан тек қана емес, сонымен қатар мәдениет жағынан да, өркениет жағынан да араласып, сондай бір неғын дамыған қалалар бірі болған. Өкінішке орай енді сол 13-ші ғасырдағы Шыңғысхан шапқыншылығы көп қарсылық көрсеткеннен кейін олар енді жермен жексен етіп жойып жіберді. Бірақ ол 13-ші ғасырда, бірақ кейбір мәліметтер қарағанда ол 15-ші ғасырда қайтадан қалпына келіпті. Сөйтіп 18-ші ғасырға дейін болған отырар қаласы. Кейін видимо сол экологиялық мәселелерге байланысты, ауа райына байланысты, басқа мәселелерге байланысты ол жер енді мүмкін Испеджап жаққа кетті, біраз қалалар не қылды. Өйткені әр қаншама уақыт өткеннен кейін өзгере береді ғой, ауа райы несінде соны. Бірақ дегенмен отырар шындығында да өте бір әлеуқаты дамыған, өркениет дамыған, сондай бір керемет әдемі қалалардың бірі болған екен, ол ғалымдардың жазбаларында бар. Жақпек Алтайұлы, мазмұнды сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Ұлы бабамыз Әл-Фарабидің атағын аспандату жолындағы істеріңізге тек қана табыс тілейміз. Қазақтың бағына аман жүріңіз. Ал біз құрметті көрермен, сіздермен Дін Сақшы бағдарламасының келесі санында жүздесетін боламыз. Аман сау болыңыздар. Жақсы, рахмет.